Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін біздер королевский пирог дайындаймыз с творогом. Өте дәмді. Үйдегі бар заттармен. Не қараңыздар. Қандай керемет. Пирогымызға қажетті заттар 1500 грамм, 200 грамм қант, 100 граммдай қант бұл жаңағы ұнға қосылады, 2 жұмыртқа, 200 граммдай сары май және де қаймақ, 2 ас қасық қаймақ. Бірінші начинкасын дайындап аламыз пирогтың. Оны біз осылай езіп, бізде бұлар дайын творогтар. Осыған 2 ас қасық қаймақ саламыз. Және де 2 жұмыртқамызды саламыз. Сөйтіп, бұны жақсылап араластырып аламыз. Начинкасы пирогтың ортасы құрғақ болмас үшін, сочный болып шығу үшін осы қаймақты саламыз. Осылай бір келкі қылып араластырып аламыз. Сосын ақырындап қантты салып араластырып аламыз. Өте дәмді болып шығады. Негізі блендермен де істеп араластыруға болады, тезірек істеу үшін. Бірақ мен блендерді көп пайдалана беруді ұнатпаймын. Қолмен істеймін. Осылай бір келкі қылып араластырып дайындап қоямыз. Бұл негізі 2 пирогқа да жұқалап істесеңіз дәмді болады. 2 пирогқа да жетеді. Так, начинкасы дайын. Енді ұнын дайындаймыз. Ұнға қосатынымыз 100 граммдай қант, 50 грамм қосу болады. Кім тәттілеу жақсы көрсе 50 грамм қосу болады. Біздің балдар тәтті жақсы көреді. Сондықтан мен 100 грамм қосамын. Осылай араластырып аламыз. Және де сары майды қосамыз. Еріген болмау керек сары май. Осыны өстіп араластырып чөркеден өткізуге де болады. Көп болмау керек майы. Сосын аз да болмау керек. Орташа. Қазір көрсетем, қалай болып тұратын. Осылай жақсылай араластырып. Міне былай істегенде, осылай болу керек қой. Чүйіршік. Міне осындай түйіршік болу керек. Енді осыны ыдысымызды дайындап алдық. Пешті қосып қоямыз алдын ала. 50 минут піседі. 200 градуста пешімізді алдын ала қосып қыздыра береміз. Міне осылай
пирогымыздың сыртын саламыз. Осылай бортик істеп аламыз. Және де мына дайындап қойған начинкамызды құямыз ішіне. Ортасында начинкасы көк болсын, молда болсын десеңіз, онда барлығын құйып жіберуге болады. Біз екі пирогқа не істейміз? Бөлеміз. Сондықтан тек жартысын ғана құям. Және де бұлай жабамыз. Бұлай жауып шығамыз айналасын. Және де бетіне жұқалап жауып себеміз. Мықты қалың сеппеңіздер, себебі піскеннен кейін ұнтатылып түсіп қалады. Сондықтан жұқалап сепсеңіз жақсы болады. Енді осыны алдын ала қыздырып қойған пешімізге саламыз. Міне 200 градуста асты мен үстін бірдей қыздырамыз. Сосын 50 минут піседі. Мен алдын ала қосып қойдым. 50 минут дайындалады. 10 минут қалғанда астын тек қана қосып қоямыз. Үстін сөндіріп тастаймыз. Міне осылай. Астынан пісіп, көтеріліп жақсы болады. Іші жақсы пісетін болады. Пирогымыз дайын. Бәрімізге ас болсын.